Мұхтар Шахановтың жігерлендіру немесе өзін бақытсызбын деп есептеген жігітке жауап өлеңі. Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп жұрт еткен жақсылығым. Сен жыладың, сезімің жасып, ағып, кіп-кішкентай балаңды қасың алып, қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп. Сен жыладың, аңғармай қалдым орды деп, қадам сәтсіз болды деп, бір қатты соққы алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Сен жыладың, мен бірақ селт етпедім. Білем сені тағдырдың еркеткенін, білем сені өр көңіл жомарт едің, енді бүгін қалай бұл кеткенің? Жә, жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрік пе, орамал ма? Бөрік болса ауыз тез басқа күйге, көз жасыңды көрсетпе жас сәбиге, көз жасыңды көрсетпе сұранамын. Әй жігіт, сен маған ұнамадың, жас нәресте көруге тиісті емес әкесінің еңкілдеп жылағанын, әкесінің тым күйреп құлағанын. Ерлік пенен ездіктің жолы қатар, екеуінің арасы бір-ақ адым. Көз жасыңды көрсетпе, сұранамын. Көтер кәне басыңды, қалай бұның? Мұз боп еріп кеткен бе барай бұның? Көтер кәне басыңды, күніңді босқа өткізіп педің? Тағдырың неге сыр айтты сараң? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қарешкі мүжілген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды деп, асылды қорлатпайды деп. Тоқырау білмес айыбыны, адалдық деген әлемнің ұлы байлығы. Бетіне жиған ұятты, әйтсе де кейде ол кінәмшіл бала сияқты. Тірлікте осы баланы өкпелететіндер бар да, жұбататындар бар, жек көретіндер бар да, ұнататындар бар. Арын сатып қорлайтындар бар да, жанын сап қорғайтындар бар. Қиналып бекер алдадың-ау, ойыңды шығар өріске. Өзің-ақ айтшы, ғаламда мынау жеңудің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп педі, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес ендеше. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.